Жалпы суицид бул латын тилинен алынганда өзүнө өзү кол жумсап, ягни өзүн өлтүрүү деген мағынаға келет. Жалпы Алла субханала тағала қасиетті кітабымыз Құран Кәрімде өзүнө өзү кол жумсап, Алла берген, аманаттап берген жанды Алла яғни рұқсат етілмеген жолмен қиюды, жаны ажалы жетпей, ажалынан бұрын өзін өзі өлтіру, бұл шариғатымызда үлкен ауыр күнә. Яғни біздің дінімізде үлкен ауыр күнәлер бар. Соның ішіндегі Алла тағалаға ширк келтіргеннен, Алла тағала серік қосқаннан, яғни үлкен күнә жоқ. Содан кейінгі күнә бұл адам өзінің жанын өзі өлтіріп, яғни қию. Бұл, яғни біздің дінімізде құп көрілмеген нәрсе. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүннетінде Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла разы болғай ол кісіден, мына бір хадисті келтіреді. Пайғамбарымыз айтты дейді, кімде-кім өзін таудан, биік таудан өзін жерге тастап өлтіретін болса, жалындап жанып тұрған жаһаннамның тамұқтың түбіне солай тастайды дейді. Егер адам өзі у ішіп, өзін уландырып өлтіретін болса, онда қиямет күнінде сол, яғни тозақта у ішіп, солай азапталады деген, азабын шегеді деген. Егер адам өзін темірмен, өзін сондай ысқылап, кескіндеп, өзін темірмен ұрып, өзін қинап өлтірсе, сондай темірмен өзін ұрғыштап тұрады деген тозақта, Құдай сақтасын. Бұхари мен Муслимде келген сахих хадис. Сондықтан, қадірлі мұхтара мұсылман бауырлар, Алла тағала біздің дүние және ақыретте, екі дүниемізде бақытты болып өмір сүруіміз үшін Алла тағала бізге толық дін ислам берген. Кім осы дінмен өмір сүрсе, ол адам дүние және ақыретте бақытты болады. Кім дінмен өмір сүрмесе, ол дүние ақыретте бақытсыз болады. Қазіргі біздің жастар көбінде осылай өзін өлтіріп жатады. Неліктен? Себебі бұл ең біріншіде иманның әлсіздігінен, рухани байлықтың жоқтығынан, психикалық бір ауруға ұшырағандықтан осындай дағдарысқа барады. Шындығында адам баласы өзінің Алла берген жанын, яғни сондай жаман жолмен қиятын болса, ол яғни екі дүниеде азабы бар. Сондықтан біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтты, шайтан адам баласының қан ағысымен жүреді. Біздің қас дұшпанымыз шайтан алейхи лағна, сен өле қалсаң бүкіл мына дүниенің, яғни сырғы бағып жатқан сынақ өмірдің бүкіл, яғни жамандығынан құтыласың, өзіңді өлтіру арқылы деп, осылай алдап, шайтан малғұн алейхи лағна, Алланың лағнеті жауғыр, осылай адамды арбап отырады. Сондықтан біз барынша осы шайтанның арбауына, шырмалып түсіп қалмас үшін, біз біріншіден әке, ата-ана ретінде, яғни жанұя отбасында, мектеп қабырғасында барынша бала шағамызбен рухани байлығын күшейтуге, оның имани иммунитетін қуаттауға сіз болып, біз болып, ел болып, жұрт болып жұмыс жасап, баламен тілдесіп, яғни баланың тәрбиесі талбесіктен басталады демекші, осылай үйде, түзде, мектепте оның бүкіл тәрбиесін, білімін, ғылымын барлық жағынан біз алаңдап, атсалысып, өзін өзі өлтіру үлкен күнә екенін, Алла тағала бұны құп көрмеген, Алланың ашу ызасы қаһарына, о дүниеде азабына ұшырайтын баланың санасына кішкентайынан сіңіріп отырсақ, онда әлхамдулилля нұр үстіне нұр болмақ. Сондықтан Алла қасиетті кітабымыз Құранда тыйым салып отыр. Пайғамбар өзінің Бұхари мен Муслимде келген сахих хадисінде, яғни қалай азапталатынын айтып отыр. Сондықтан біз жалпы қазақи тәрбиеде өзіне өзі қол жұмсамаған еш уақытта. Сондықтан біздің бабалар айтады, адамның күні бар ма, сыналмаған, бақ тайса, мал менен бас құралмаған, күніне 90 түрлі көрсең пәле, сонда да күдер үзбе, бір Алладан деп, бізді барлық нәрседе Аллаға жүгінуімізді, яғни үгіттеп отырған. Сондықтан Алла айтады қасиетті аятта, ей мүміндер, сендер Алланың рахымынан күдер үзбеңдер, Алланың рахымынан кәпірлер ғана күдер үзеді дейді.
Алла Тағала Жүсіп сүресі 87 аятында. Сондықтан қадірлі мұхтарам бауырлар, өзін өзі өлтіру ең ауыр күнә. Өзіне өзі қол жұмсау ол ең әлсіз бейшара бейбақтың соңғы баратын шарасы. Сондықтан жаратқан Алла баршамызға жар болсын. Алла Тағала елімізде болып жатқан бұл өзін өзі өлтіру ауыр күнәсін жаратқан Алла тоқтатып, елімізде өзіне өзі қол жұмсайтын жастар жоқ болсын. Лайым саналы азаматтар көп болсын.